Ассалаумағалейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы Қазақстан Республикасының 17-ші чемпионаты. Бұл чемпионат Алматы қаласында жалауын желбіреткен жарыс болатын. Осы жарыстың іріктеу кезеңдеріндегі ойындарда сіздердің назарларыңызға ұсынып келеміз. Дәл бүгін Алматы облысының Үшқоңыр көкпар командасы мен Қарағанды облысының Құрама көкпар командаларының арасындағы бәсекені тамашалаймыз. Қайыржан Сүлейменов міне Алматы облысының көкпар командасын бастап келеді. Ортадағы төрешілер де бүгінгі ойынға әділ төрелігін жасайды. Сонымен екі команданың құрамын таныстырамыз да, одан кейін төрешілер ойынды бастайтын болады. Әрине, Алматы қаласы жарыс өткізуден, ұлттық спорттың жарыстарын қабылдаудан алдына жан салмайды деп айтуға келмейді десек те, көптеген үлкен жарыстарды өткізіп жүрген қаланың бірі. Биыл 2 рет ұлы дала ойындарының фестивалін өткізді. Осы фестивальдің аясында ұлттық спорттың барша түрінен Қазақстан Республикасының чемпионатында дәл осы Алматы қаласы өткізген болатын. Сонымен Алматы облысының Үшқоңыр көкпар командасының тізімі сіздердің алдарыңызда тұр. Бірінші нөмірде Қайыржан Сүлейменов, екінші нөмірде Асқар Оңғарбаев, үшінші нөмірде Айбек Болат, төртінші нөмірде Нұрсұлтан Әбесов, бесінші нөмірде Елдар Жиынқұлов, алтыншы нөмірде Ринат Ибрагимов, жетінші нөмірде Мейіржан Мәтжан, сегізінші нөмірде Дулат Ноғайбек, 9-да Елдос Тілеубалдиев, 10-шы нөмірде Руслан Досжанов, 11-де Әлішер Емаханбетов, 12-де Арман Жамалбеков. Ал Қарағанды облысының көкпар командасы бірінші нөмірде Нұрлан Намысов, екінші нөмірде Дастан Досжанов, үшінші нөмірде Қанат Тәуіртаев, төртінші нөмірде Ерғанат Молдабек, бесінші нөмірде Саят Бейсекеев, алтыншы нөмірде Алмас Кәрібаев, жетінші нөмірде Нариман Қасенов, сегізінші нөмірде Нұралы Өмірзақ, тоғызыншы нөмірде Марғұлан Исак, оныншы нөмірде Болат Қасенов, 11-ші нөмірде Құрмет Нұрпейісов, 12-ші нөмірде Ерлан Оспанов. Ал ортадағы төреші Бақытжан Төлеген, қапталдағы төрешілер Ақылбек Меңдіғалиев, Ырыскелді Байтасов және Бақытжан Кенжебеков. Қазір қос команданың жігіттері бір-бірінен сәттілік тілеп қол алысып шығатты. Одан кейін әдеттегі дәстүр бойынша өз туларын өз мәрелерінің түбіне апарып тігеді және сол ту тіккен жердегі мәреге қарай шауып серкені тастауға тиісті. Қайыржан Сүлейменов пен Нұрлан Намысов мінекей сіздердің алдарыңызда қол алысып бастады. Жалпы Алматы облысының Үшқоңыр көкпар командасы өте мықты командалардың бірі Қазақстандағы. Аттары да жақсы, жігіттері де өте мығым. Мұндағы команданың капитаны Қайыржан Сүлейменов екені түсінікті. Ал жетекшісі команданың Орынтай Әмірғалиев, осы Алматы облысындағы ұлттық спорттың дамуына сүбелі үлес қосып жүрген азаматтардың бірі. Ал команданың жаттықтырушысы Берік Денгелбаев, сондай-ақ Нұрым Қырғызбайды да айтуға тиістіміз. Осы командадағы көптеген жігіттерді даярлап алып келіп жүрген азаматтардың бірі. Ал Қарағанды облысының команда жетекшісі Шаризат Қазтаев, ал команданың жаттықтырушысы Нұрлан Намысов әрі ойыншысы болып жүр. Айбек Болат міне Құлсарыны тізгіндеген палуан серкен жерден көтеріп кетті. Құлсары көкпар командасы ұлттық құрамада Қазақстанның намысын қорғаған аттардың бірі, өте жылдам сәйгүліктердің қатарында. Сонымен бұл алғашқы салым болуға тиісті десек те, Айбек Болаттың бұл салымы мәренің сызығынан шығып кетті. Осы орайлы тұсты әдемі пайдаланған Елдар Жиынқұлов ойынның алғашқы сәттерінен бастап салымды болып отыр. Елдар Жиынқұлов 1991 жылы туған шабандоз, астындағы тұлпары Күреңбел. Алматы облысының тумасы, өз облысына Қарағандымен басталған ойында алғашқы салымды
салып үлгерді. Өте тамаша. Егер мәре сызығының жиегіне тиіп жатқан кезде Серке, онда төреші ойынды тоқтатуға мәжбүр болатын еді. Бұл жерде әрине тоқтатқан жоқ. Тиісінше ондай әдемі ұрымтал сәтті тамаша пайдаланған Алматы облысының жігіттері бір салымды салып үлгерді. Міне 12-ші нөмірдегі өздеріңіз көріп отырсыздар. Арман Жамалбеков қалай сытылып алға шығып кеткенін. Мәреге жақындап қалды. Қарағандың аттары да қандай жылдам десеңіз, шіркін-ай. Қуып жетіп алған жайы бар. Сонда да мәренің үстіне келді. Сергені тастауға мүмкіндік болар ма екен? Қарағандының қорғаныста қалай өнер көрсетіп жатқанын көріп отырсыздар. Қаумалап жан-жағынан Серкені ұстап аяққа тартып қазір білектің күшіне салып Серкені алып қоюға тырысып жатыр. Қарағандының жігіттері, аттары да өте мықты екен. Жылдамдығына енді сөз жоқ расында да. Қазір Серке Айбек Болаттың тақымына ойысқан секілді. Жоқ. Ойын алаңның сыртына шығып кетті қазір. Серкені ұстаған күйі. Демек енді ортада жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Жекпе-жекте Байторы дейтін Алматы облысының керемет сәйгүлігі бар. Қарағандылықтардың да аттары жаман емес. Мейіржан Мәтжан мен Болат Хасеновтың арасындағы жекпе-жек. Болаттың астындағы Ақжал аса бір қатты мықтылығын көрсете алмай жатыр. Мейіржанның Байторысы енді расымен де өте мықты. Мейіржан Мәтжан Серкені тақымға басып алды. Мейіржан Мәтжанның бойы 2 метрге жуықтайтын палуан. Осы командадағы Қайыржан Сүлейменовтің туған інісі. Бір шаңырақтан бір әкенің екі бірдей баласы, ағалы інілі Қайыржан мен Мейіржан екеуі дәл осы Үшқоңыр көкпар командасының сапында өнер көрсетеді. Екеуі де өте талантты жігіттердің бірі. Қайыржан Сүлейменов ұлттық құраманың сапында өнер көрсеткен палуан және жүректі білекті жігіттердің бірі. Ештеңеден қорықпайтын, өзі көкпарға сондай арыстан жүректі жігіттер керек. Айбек Болат пен Ерлан Оспановтың арасындағы жекпе-жек. Айбек Болат Құлсарымен жекпе-жекке шығыпты. Негізінен Құлсары жекпе-жектің емес, көбінесе шабуылдың аты. Ал астында тұрған көк сәйгүлік жекпе-жекке жатып алған аттардың бірі секілді. Қазір көрейік. Құлсарының енді күші келмейтіні алыстан да көрініп тұрған секілді. Кім білсін, бірақ бұл спорт, бұл жарыс, сондықтан бұл жерде неше түрлі жағдайды күтуге болады. Анау көк тұлпар, намыс көк деп атаған екен. Айбекке алдыратын емес. Енді еңкеу керек ертерек. Дәл бұлай күтіп тұра беретін болса, онда төреші жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр, өйткені 2 минут уақыт беріледі екеуіне. Осы 2 минуттың ішінде егер Серкен жерден көтере алмайтын болса, онда атты да адамды да ауыстырады. Байторына өте мықты командалардың біріне сақтап отырған секілді. Қазір көп шығарған жоқ. Бірінші жекпе-жегінде ғана өзінің қандай тамаша өнер көрсететінін көрсетіп кетті. Ай, шіркін-ай. Дәл жаңағы еңкейген кезде Серкені жерден көтеріп алатын ақ жігіт еді. Көтерді, бірақ Айбек Болат жұлып алатын секілді екеуі екі сираққа таласып тұрған сәтті көріп отырсыздар. Кімнің күші мықты, білегі күшті, сол әрине жеңіске жетеді. Қайыржан Сүлейменов қазір ойынға араласты. Нәтижесінде
Айбек Болаттың тақымына кетті Серке. Бұл салым болуға тиісті. Иә, салым өте тамаша. Айбек Болат. Бақытжан Төлегеннің ортадағы төреші бұл шабуылдың салымен аяқталғанын көрсетті. 1995 жылы туған өте жас шабандоздардың бірі Айбек Болат. Астында Құлсарысы мен Алматы облысының тумасы, өз облысының Үшқоңыр көкпар командасына керемет бір салымды сыйлады. Өте тамаша. Тағы да Алматының жігіттері Серкені жерден көтеруге шақ қалған. Бұл 4-ші нөмірдегі Нұрсұлтан Әбесов болатын. Нұрсұлтан Әбесов бұндай әбестікке жол бермейтін еді, бірақ Серке қолынан тайып кеткен сыңайлы. Ол олқылықтың орнын толтыруға да мүдделі секілді. Қайтадан өз тақымына басып алғанын көрдіңіздер. Нұрсұлтан Әбесов қазір шаң топалаңын шығарып, алаңның қалың доданың арасынан атқып шықты да мәреге қарай зытып бара жатқан сәті. Мәренің қай жерде жатқанын шатастырып алған секілді. Иә, мұндай тұста Алматының жігіттері зымырап атқан оқтай шауып жетіп келді де Мәренің жегінде жатқан Серкені өздерінің тақымдарына басып алған еді, бірақ Қарағандының жігіттері Серкені өздеріне ала білген. Алайда 6-ші нөмірдегі Алматы облысының палуаны Ринат Ибрагимов аттың екпінімен қаққан бойы жігіттерді ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Ортада тағы да жекпе-жек. Қайыржан Сүлейменов пен Ерлан Оспанов. Ерлан Оспановтың астындағы көк ат күрең қасқаға жол бермейтін секілді. Қайыржан да бірінші болып Серкеге еңкеуге мүдделі болғанымен, астындағы аты Серкеге жақындай алмай жатыр. Қарағандының жігіттерінің аттары мықты, өздері бәсеңдеу болып тұрған секілді. Әйтпесе Қайыржан Сүлейменовтің шеберлігін қараңыздаршы, құрметті көрермен. Ар жағына барып, аттың ту сыртынан айналып барып еңкеуге тырысып бағуда. Қазір төрешінің ысқырығы естілді. Осылайша бірінші кезеңде өз мәресіне жетті. Нәтижесінде 2-0 есебімен Үшқоңыр алдыға шықты. Сонымен Алматы облысының Үшқоңыр көкпар командасы мен Қарағанды облысының көкпар командаларының арасындағы екінші кезең басталды. Қайыржан Сүлейменов Серкені тақымға басып, күреңнің басын ары бұрып, бері бұрып шабуылға шыққан сәтін көрдіңіздер. Қазір қалың топты қайта айналып басатын болады шабуылға. Міне Қайыржан шіркінай мәренің тура ортасына келген сәтте қарағандылықтардың қорғанысы өте күшті болды. Әлде болса қалың дода жалғасып жүр.
Қайыржан Сүлейменов жалғыз өзі шықты, және бұл салым болар мекен? Жоқ. Алыстан тастағанда Қайыржан Сүлейменовтың қанжығасы майланбай қалды. Ай, шіркін-ай, не деген шеберлік. Жарайсың, Арман Жамалбек. Арман Жамалбек осылайша қыран дейтін атымен өзінің қырағылығын көрсетті. Ойынның 22-ші минутында 1992 жыл туған шабандоз Арман Қайыржаннан қалған серкені дәл мәренің ортасына тастап, алматылықтарды бір қуантты. Көкпардың аламанында атой салған осындай жас жігіттері бүгінде күн санап өсіп келе жатыр. Бір ғана осы Алматы облысының өзін алатын болсақ, Елдар Жиенқұлов небәрі 25 жасар жігіт. Айбек Болат тіпті қазір 22-ге енді толады. Арман Жамалбек те 25 титықтақ қалды. Айбек Болат бар, 22-ге енді толатын. 20 жасар Мейіржан Мәтжан бар. Ең үлкендерінің өзі 30-ға әлі жетпеген Қайыржан Сүлейменов. Осындай өңшең жас жігіттерден жасақталған құрама Алматының үш қоңыры. Қазір тағы да Елдар Жиенқұлов күреңбелге мінген шабандоз серкені тақымға басты. Тамаша шабуылды ұйымдастыруға мүмкіндігі бар, бірақ аттың тізгінін кері бұрып, қайта айналып соғуға бел буған секілді. Осы Алматы облысының соңғы осыған дейінгі біраз уақытта көкпар ойыны аса бір қатты қарыштап дамымай қалғанын барша жанкүйерлер білуге тиісті, бірақ осы кездері сол селқостықтың сеңін бұзған Орынтай Әмірғалиев, Берік Тенгелбаев, Нұрым Қырғызбай деген сияқты жігіттер нәтижесінде осындай ең күшті еліміздегі Үшқоңыр сияқты команданы жасақтап шығарды. Қазақстан чемпионаттарында үздік үштіктің қатарында үздіксіз көрініп келе жатқан жігіттер. Серке ойын ережесіне сәйкес мәре сызығының жиегінде жатып қалған жағдайда онда ортада екі командалық жалпы тартыс болады. Сол қазір талан-таражға түскен серке ат тұяғының астында жаншылып жатыр. Соны бірінші болып кім көтерсе, сол салым салуға мүмкіндігі бар соның. Өйткені әрине қазандыққа қарағанда ойын ережесі жеңіл. Міндетті түрде серкеге тастай алатын жігіттердің тақымына тию керек деген сөз емес. Қараңыздаршы, Елдос Тілебалдиевтің қалай ытқып шыққан, және бұл тамаша салым. Жарайсың, өте тамаша. Қалыңнан қалай шықты көрдіңіздер ме? Елдос серкені жұлып ап шыққан кезде қараған оқтардың көздері леспей қалған секілді. Елдос Тілебалдиев 1988 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпарын сарбаз деп аттапты. Алматы облысының ойыншысы, Алматы облысының тумасы. Ойынның екінші кезеңінде есепті еселеп тастады тағы да. Расменде Алматы облысының тағы бір артықшылығы, мұны айта кетуге тиістіміз, аттарға есім беруде, лақап аттарын қоюда алдарына жан салмайды расменде. Қараңыздаршы, күреңбел, құлсары, қыран, сарбаз, жауынгер, міне осындай аттарды қойған. Өте керемет расменде. Қазір таңда кейбір облыстар кейбір аттардың атын орысшалап қойып жіберіп жатқан жайлары бар. Сол олқылықтың орнын түзеуге осы Алматы облысының атбегілерінен біраз сабақ алса да болғандай екен. Сонымен қазір 8-ші нөмірдегі Дулат Ноғайбек осы Алматы облысының
жастар құрамасынан бастап өнер көрсеткен жігіт Дулат Ноғайбек өте талантты палуандардың бірі, бірақ қазір Серкені жерге түсіріп алған екен. Бұл олқылықтың орнын толтырған Әлішер Ермағанбетов. Әлішер де осы жастардың қатарында. Қараңызшы, аттың тізгінін қалай бұрады. Шіркін көліктің рулін бұрған секілді ғой. Аттарының басы да қайым. Міне күрең қасқа Қайыржан мініп шыққан күреңбел осы болуға тиісті. Мінекей, қараңыздар, қандай тамаша шабуыл. Бірақ Қарағандының жігіттерінің қорғанысы өте керемет. Серкені жерге тастап кетуге мәжбүр етті. Алматылықтар екі жігіт бірдей еңкейген Серкеге, бірақ екеуінің де қол жетпей қалған сыңайлы. Қайыржан Сүлейменовтің өзі қайта араласқан екен ойынға. Көріп отырсыздар, иә, еңкейгенімен қазір Серкеге қол жетпей қалды. Егер 1 минуттың ішінде Серке жерден дәл осы жерде жатып көтерілмей қалатын болса, онда ортада төреші Бақытжан Төлеген ойынды тоқтатуға мәжбүр болады. Сөйтті ортада жекпе-жек сайысын береді. Әрине бұл жарыстың ойынның ережесіне сәйкес екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Алматының жігіттері Серкені жерден көтеруге мүмкіндігін бар екенін көрсетті, бірақ іле алған жоқ. Иә, төрешінің ысқырығы естілді. Серке жерден көтерілген жоқ. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Есеп 4-0. Алматы облысының Үшқоңыр көкпар командасы алда. Қарағандылықтар тіпті әлі бірде-бір шабуыл жасап үлгерген жоқ. Тақымдарына Серке түспеді. Әрине, тәжірибесі аз ғой Қарағандының, бірақ бұған дейін осы Қарқаралыда көкпар берді қарағандылықтар. Кешегі Қазбек бидің тойында да үлкен көкпарларды беріп жатыр. Десек те Қарағанды облысының көкпар командасы әзірге егделеп тұрған жайы бар. Қазір таңда осы көкпардың басына келген Шаризат Қазтаев деген азамат Қарағанды облысынан көп уәде беріп жүр. Қарағандының көкпар қарыштап дамиды деп алғы шарттары да жасалды. Өйткені аттары мықты қазір таңда. Енді жігіттерінде жақсылап жасақтайтын болса, онда Қарағандының көкпарынан үлкен нәтиже күтуге болатын секілді. Қорғаныста тамаша өнер көрсетеді. Енді өте жақсы деңгейде деп айтуға келмес. Дегенмен де әйтеуір құр шауып жүрген жоқ жігіттер. Соны айтуға тиістіміз. Ал енді Алматы облысының жігіттері енді бұлар тіс қаққан ғой барлығы. Кез келген жерден шабуылдай салатын, күтпеген жерден салым сала салатын. Өңшең, сен тұр мен атайын деген, сен тұр мен шабайын деген жігіттер Мейіржан Матчаның тақымында. Мейіржан Матчаның тақымына Серке тисе, оны жұлып алу өте қиыннан қиын екені белгілі. Тақымынан Серкені тастамайтын жігіттердің бірі. Әлде болса Серкеге талас жүріп жатыр. Мейіржан Матчан тақымына Серкені жақсылап басып ап, әлде шабуылды ұйымдастыруға мүдделі. Қараңыздар, Серкені бермейді ешкімге. Берсең қолыңнан, бермесең жоңынан деп жұлып алатын осында біраз жігіттердің жүргені хақ. Соның өзінде де Мейіржан Матчанның тақымбештігін айтпасқа болмайды. Әлде болса ойын жалғасын тауып жатыр. Серкені мәренің қақ ортасына кеп тастауға бел буған Мейіржанның тақымынан Серкені түсірткізбей қойды қарсыластары. Сонымен тақым шаршаған секілді. Қарағандының жігіттері Мейіржан Матчанның тақымындағы Серкені Елдар Жиынқұловқа алмастырып берейін деп жатқан кезде жармаса кеткенін көрдік, бірақ шіркін азамат қой Елдар. Елдар Серкені қарагерден
қанжығасына байлағандай етіп тақымына басып алды. Командалық әріптестері Серкені дәл мәреге тастасын деп ашып жүргенін көрдіңіздер. Және бұл салым бекен. Салым болуға тиісті. Және бұл салымның авторы Айбек Болат. Айбек Болат 1995 жылы туған жігіт. Енді құрметті көрермен, бұл жерде кішкене түсініксіз жағдай орын алғанын өздеріңізде көріп отырсыздар. Елдар Жиынқұлов Серкені мәреге дейін алып келді. Оған дау жоқ. Бірақ Қарағандының жігіттері қағып атпен тысқа қарай шығарып жүрді. Осы кезде пұлсарымен жетіп барған Айбек Болат Елдардың тақымында тұрған Серкені алды да мәренің ішіне тастады. Осылайша бұл салымның авторы атанып отыр. Бұл да командалық ойынның, командалық жүйенің жолға қойылғандығын білдірсе керек те, өйткені Қарағандының жігіттері түсінікті жағдай Елдардың тақымындағы Серкеге ұмтылғаны. Сол бір Елдарды жапты, бірақ Айбек Болаттың сол тақымдағы Серкені жұлып алып мәренің қақ ортасына тастайды деген. Ол қарағандылықтардың ойына кіріп шықпаса керекті. Міне сол олқылықтың орнын толтырған Айбек Болат болды. Құлсарыны мініп Мейіржан Мәтжан шығыпты. Бір салымды салғысы келді ғой деймін. Жаңа біраз Серкені тақымға ұстап жүрген. Қазір міне 12-ші нөмірдегі Арман Жамалбеков көтерген Серкені тақымға басқан Қарағандының аттарының күштілігін қараңыздар, шіркін тоқтатып тастайды. Қала берді құршқол жігіттер Серкенің бір бұрышынан ұстап қалады. Бір сирақ менікі, бір сирақ сенікі дегендей болып жүр. Асқар Оңғарбаев қазір Серкені командалық әріптесінен алып тақымына басып жүргенін көріп отырсыздар. Асқарды мәреге жақындатар емес Қарағандының жігіттері. Әрине, шабуылдамаса да қорғаныста өте тамаша өнер көрсетуге тиісті. Міне Асқар Оңғарбаев мәреге келген, бірақ тақымдан Серкені шығарғанымен де оны мәренің қақ ортасына тастай алмады. Өйткені жиегінен өтті. Әзірге Асқардың тақымында тұр Серке. Командалық әріптестер енді көмекке келіп тақымындағы Серкені басқа бір жігітке алмастырып бермесе, онда Асқар Оңғарбаев шаршайтындай күй кешіп тұр. Міне Мейіржан Мәтжан айтып ауыз жиғанша Серкені тақымнан алып өз тақымына басқан, бірақ тастаған кезде мәреден қиыс кетті. Бұл Қайыржан Сүлейменов болуға тиісті. Жоқ. Мейіржан Мәтжан қайта келген екен мәренің үстіндегі Серкені алуға. Асқар Оңғарбаев Серкеге келгенмен бұл әрекетінен ештеңе шыққан жоқ. Тезірек атқа қонып ойыннан шығып кету керек. Әй, шіркін жарайсыңдар, Қарағанды облысының жігіттері. Нариман Қасенов қазір Серкені тақымға басып шабуылға басқан. Ал астындағы атына Құлсарының қалай жетіп алғанын көрдіңіздер. Не деген жылдамдық десеңізші. Елдар Жиынқұлов пен Мейіржан Мәтжан екеуі қорғаныста өте керемет өнер көрсетті. Қайыржан Сүлейменовке ойынға араласып жатқан сәтті көріп отырсыздар. Бірақ Серке қазір ойын алаңның сыртына ығысып шығып кетті. Жоқ, Қайыржан Сүлейменов тақымға басып алған екен. Серкені сыртқа шығармай ішке тастаған екен ғой. Әрине. Сәл ғана шатастық, айыпқа бұйра көрмегейсіздер. Енді ғана жекпе-жек сайысы болады. Қайыржан Сүлейменов басындағы бөркі түсіп қалса да соңына дейін шабуға тырысқан. Бірақ Қарағандының жігіттері аттың ықпалымен Серкені ойын алаңының сыртына ығыстырып жіберді. Нәтижесінде ортада жекпе-жек сайысы болады. Жаңағы жіберген қателігін Қайыржан Сүлейменов енді өзі толтырса керекті. Жекпе-жекке шығар ма екен, әлде Алматының жігіттері Серкені алып берсе, тақымға басып ары қарай шабуылды жалғастыра ма? Елдар Жиынқұлов пен Қанат Тәуіртай шыққан екен. Елдардың астындағы қарагер. Ақжал айғырға
дес бермеймін деп шығып еді, бірақ әлі келмей жатқан секілді. Міне қазір өткізіп жіберді. Қарағандының жігіттері Серкені тақымға басуға мүдделі. Әй, жарайсыңдар. Енді осыдан шабуылға көшу керек. Мінекей, қалыңның арасынан қаптап тұрған Үшқоңырдың жігіттерінің қиқу салғанына қарамай шығып кетем деп еді, бірақ Қарағандының палуаны Серкен тақымнан босатып алған сыңайлы. Қайыржан Сүлейменов қазір Серкен тақымға басып, өз туы тігілген мәреге қарай жүйткей жөнелді. Жеке дара шауып келе жатыр. Бұл салым болуға тиісті. Аттың тізгінін тартты, өйткені мәреге жақындап қалды. Мәренің үстінде тұр бұл салым. Өте тамаша. Қайыржан Сүлейменов өзінің шебер көкпаршы екенін осылайша тағы бір дәлелдеді. Азамат жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек, тұлпарда да тұлпар бар, қазанаты бір бөлек дейтін сөз дәл осы тұста айтылса керекті. Астындағы жауынгер дейтін қазанаты мен жігіттің ішіндегі азаматы Қайыржан Сүлейменов осылайша тағы бір салымға қол жеткізді. Есеп 6-0. Бұл соңғы салымдардың бірі болуға тиісті, өйткені төрешінің уақыт деген белгісімен ысқырға шалынуға жақын қалған сыңайлы. Қарағандылықтар тағы да Серкеге еңкейген, бірақ Әлшер Ермаханбетов Серкені өз тақымда басып алды. Әлшерден 8-ші нөмірдегі Дулат Ноғайбек алғысы келген, бірақ Әлшер бұл шабуылды әрі қарай өз жалғастыруға мүдделі. Әй, Азамат, қандай қателікке бой алдырдың? Жеке дара жалғыз өзі тұрған жерде атты тоқтап, қарағандылықтарды біраз уақыт күтіп, одан кейін барып Серкені тастасаңды болушы еді ғой. Асығыстық деген осы өзі қазақ атамыз асықпаған арбамен қоян алады деп бекер айтпаса керекті. Осы қағиданы естен шығарып алды. Әлшер Ермаханбетов үлкен қателікке бой алдырып қойды. Иә, төрешінің ысқырығы естілді. Уақыт осылайша өз мәресіне жетті. Соңғы салымнан айырылып қалды десек те 6-0 есебімен Алматының Үшқоңыры жеңіске жетті. Бұл көкпар бағдарламасы, құрметті көрермен, келесі бағдарламамызда біз Оңтүстік Қазақстан облысы мен Ақтөбе облысының құрама көкпар командасының арасындағы ойында сіздерге ұсынатын боламыз. Сондықтан әрдайым Қазспорт телеарнасы қосулы тұрсын дейміз. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов, Нұрсұлтан Темірханов, ал комментатор әдеттегідей өздеріңізбен мен Қайырхан Мәулен. Жеңісті күндеріңіз көп болсын деген тілек білдіреміз. Амандықта тілдескенше ағайын.